Мына кітап туралы тағы да бір важный информация айтып кеткім келіп тұр. Бұл кітап негізі ең басында 1938 жылы шыққан, то есть жаңағы «Думай богатей» деген кітап шыққан бірінші, и содан кейін осы кітап шыққан, «Перехитри дьявола» деп. И Хилл Наполеонның өзі кезінде өзі айтқан, ойлаңызшы, Хилл Наполеон самый классика своего жанра дейді ғой. Сол өзі айтқан, мына менің кітабым «Перехитри дьявола» деген, бұл менің «Думай богатей» деген кітабымнан мықты кітап деп екен. То есть мен бүкіл жазған кітаптарымның арасы ең мықтысы осы деген. И сосын оны 1940 жылы запрещать етіп тастаған дейді. То есть жаңағыдай масондар дей ма, сондай бір какой-то организациялар, короче, бұны информацияны білмесін деп, настолько бұл жерде андай настолько секретный информациялар болған. И соны запрещать етіп тастаған. 2014 жылға шейін под запретім болған бұл кітап вообще ешқайда болмаған. Сосын кім деген кісі, Шерон Лектор деген кісі, Шерон Лектор деген кісі. Бұл Шерон Лектор деген Роберт Кийосакидің «Богатый папа, бедный папаның» несі ғой, соавторы. Вот осы Шерон Лектор деген кісі кәдімгі финансировать етіп, возобновлять еткен осы кітапты қайтадан шығуға настолько мощный кітап екенін білген. И бұл кітапты восстановить еткен фонд Хилла Наполеона дейді ғой, солардың бәрін, короче, не етіп, организовать етіп, солардың былай айтқанда солардан поддержка алып, бәрі қосылып осы кітапты шығарған. Но бірақ та бұл кітапты уже 2020-да ма 21-де қайтадан запрещить етіп тастаған. Болды, бұл кітап енді ешқашанда ешқайда шықпайды дейді. Бұл кітапты окончательно запретили во всем мире. Мынау последний оставшийся копиямен деп. Сондықтан, достар, егер де кімде-кім реально алғысы келеді, бұл издание и бұл кітап 50 мың теңге. Негізі бұл кітап бағасы 50 мың теңге, за граница 35 күн күткен мен Қазпоштамен келген басқа СНГ-ның басқа, в общем, СНГ-дағы бір мемлекеттен келген, айтпай қойын қай мемлекет екен. Бұл кітапты 22 февральда заказ бердім, 35 күннен келді маған. Сондықтан 50 мың теңге деген мынандай издание үшін вообще мелочь деп ойлаймын. Мен просто білдім, бұған по-любому бір спрос болады. Сондықтан бұл біреу емес, сразу екеу заказ бере салайын дедім. Сондықтан кімдегі алғысы келеді, маған дайректқа жазыңдар.